Менің туған өлкем Балқаш қаласы. Кішкентай да болса, картадан ойып тұрып орын алатын осы өлкемді мен қашанда мақтан етемін. Осынау кішкентай қаланың экологиясы мені қатты алаңдатады. Зауыттан шыққан түтінді көргенде шынымен осындай ауаны жұтып жатырмыз ба деген қорқыныш пайда болады. Осының кесірінен тіпті ағаштар да қурап, құстар да азайып, табиғатқа қаншама зиян тигізуде. Ал жазғы кезде көл маңы шашылған қоқысқа толып кетеді. Ал мұны жасайтын кім? Әрине, өзіміз сияқты балалар. Қымбатты жан достарым, бір сәт ойланайықшы, табиғатқа қамқорлық жасайық. Ағаш егіп, ауаны ластанудан сақтайық. Қоқыстан да қоқыс жәшігіне салып үйренейік. Қаламыздың көркеюіне аз да болса үлес қосайық дегім келеді.